Сондықтан да жігіттер жағдай солай. Айтпағым, қазіргі кішкене стереотипті бұзу керек. Бізде қазір өткенде, бізде оның алдында қарасаңдар, вызовтар болмайтын. Бізде вызовтар оның алдында салафи бауырлар болатын, асып кетсе шииттер болатын. Қазір жігіттер, қазір атеистер бар. Қазір тәңіршілер бар. Енді мен бұндай лозунгтарды айтқым келмейді, мына жерден мешітіп отыр. Бірақ ол болып жатқан уақиғатта. Сен қазір біреумен барып сөйлеші атеистпен. Атеист саған келіп қазір осы заманға саған теорияларды, аксиомаларды әкеліп бергенде сен тұрасың да. Қазіргі біздің діннің келбеті надандарға ұқсап қалған. Жауап бере алмайтындай болып қалғанбыз да. А на самом деле мұсылманнан артық ақылды адам жоқ негізі. Сенің кауни, мантықи ережелерің, логикалық ережелерің саған Алла қойып берген ғой. Анау действительно ережелер. Соны біз просто білмейміз да. Біз ойбай болды ондай. Мен енді киімге қатысты ештеңе айта алмаймын, бірақ сондай болып қаламыз да, как будто. Атмемет. Өзіңізге қарамай, мешітке келіп тығылып алу. Мешітте болу керек, бірақ қандай. Жұмыс істемей, жұмыс істесек те жоқ болмайды. То есть ақылға как будто бір өкім беріп қойсақ қойбай, қорқып жүретіндей. Бұл стереотип бұзу керек негізі. Мұсылман ол ақылды, жігіттер. Мұсылман бұл ақылды. Бірақ ақылға да кетіп қалмау керек. Ақыл негізі Құран сүннеттің аясында болады. Былайша айтқанда, жігіттер ақылды болыңдар да, бірақ мына шариғи үкімдерді ғалымдардан алсаңдар, сол идеальный вариант. Мазхаб ұстану деген идеальный вариант.